Армысыз қадірмен көрермен, эфирде сана бағдарламасы. Бүгінгі тақырыпты біз домбыра күніне арнаймыз. Студиямызға келген сарапшыларымызбен бірге отырып, домбыраның қасиетін, домбыраның қоғамымыздағы орнын және әлем музыка өнеріндегі алар орнын бірге талқылаймыз. Қош келдіңіздер. Өздеріңізде білесіздер, 2018 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен ұлттық домбыра күні бекітілді. Шілденің бірінші жексенбісінде, жыл сайын шілденің бірінші жексенбісінде домбыра күнін тойлаймыз. Бұл домбыра күнінің маңызы неде деп ойлайсыздар? Расында да осындай бір күн керек пе еді? Керек болса, бұның мәні не болуы мүмкін, маңызы не болуы мүмкін? Негізі, мынау домбыра күні деген, яғни бір аспапқа, бір ұлттың қасиетті аспабына арналған мереке, бұл барлық елде бар. Мысалы, домбыра күні деген сияқты гитара күні, болмаса балалайка күні, көршілес бауырлас еліміз Қырғызда қомыз күні. Мынау тағыда қаптаған көптеген аспаптардың бәрінің әр халық үшін қасиетті аспаптардың өзінің арнайы күні бар. Солардың өзі тойланады. Бұндай дәстүр 20 ғасырдан бері бар. Біздің енді мынау ТМД аясына сол 2008 жылдардан бастап кіре бастады. Ресейде балалайка күні, орыс домбырасы күні деген сияқты. Содан кейін мынау Ардабей жақсы біледі. Мынау туысқан Башқұрт елінде Қурай күні деген мереке бар. Оған біздің жақсы сыбызғышыларымыз барып тұрады, сондай мерекеге. Сондықтан мұндай атаулы мереке кез келген мемлекетте, мемлекеттік рәмізбенен рухани бір теңесетін сондай бір жағымды жаңалық. Сондықтан біз аса қуаныштымыз осы мерекенің болғанына. Енді домбыраны ұлықтайтын жақсы істер бұның алдында да болды. Бұл біздің халқымыздың еңсесін көтерген бір тамаша оқиға. Ол мынау ЮНЕСКО-ның тізіміне адамзаттың маңдайына бұйырған игілік, рухани игіліктер болады. Солардың қатарына материалдық емес, құндылық ретінде біздің күй өнеріміз кірген. Бұл 2014 жылы арнайы бекітілді біздің қазақтың өз күй өнері. Киіз үймен қатар, киіз үйді қырғыз бен қазақ екеуі ортақ мүлік ретінде кіргізді. Соның ішінде домбыраның күйлерінің кіргені бұл ерекше оқиға болды. Оның енді басы қасында біздің тамаша ғалымдарымыз жүрді. Әрине бұл жерде біз Базарәлі Мүптікеев деген керемет фольклоршы ғалымымыздың атын атамауымызға болмайды. Себебі соның тікелей еңбегіменен. Содан кейін Саида Әбдірахымқызы Еламанова, қазіргі кездегі атақты ірі өнертанушы ғалымдарымыздың бірі, осылардың еңбегінің арқасында осы үлкен бір біздің ұлтымыздағы елеулі оқиғалардың бірі осы болды бірінші. Одан кейін елбасымыздың арнайы жарлығыменен домбыра күні бекітілді. Бұл да тамаша жаңалық болды. Одан кейін домбыра күні кәдімгідей біздің халықтық мерекемізге айналып келе жатыр. Ақырындап. Әрине кейбір іс-шараларға бір сын көзбен қарайтынымыз бар, ел болған соң. Бірақ дегенменен бұл шын мәнінде ұлттық мазмұнға ие болған тамаша бір жарқын мерекеміздің бірі болып отыр. Бұл домбыраның осы біз егемендік алған осы 30 жылдың ішіндегі тағдырын біз өзіміз жанымызбен сезіп өскен адамдарымызға алдыңғы буын. Сондықтан айтайын дегенім, бұл мерекенің басы және бұл мерекенің біздің мынау қоғамға жасаған серпілісі енді ерекше. Себебі алысқа бармай қойын, тек қана биылғы жылда алатын болсақ, осы домбыра күніне дейінгі істелген жыл бойынғы жұмыстарды алатын болсақ, өте ғажап жұмыстар болды. Мысалы, Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтында Ұлы даланың фольклорлық мұрасы деген үлкен проектімен осы домбыра күйлері деген үлкен антология құрастырылды. Өнертанушы Айнұр Қазтуғанованың жетекшілігіменен үлкен еңбек болып аталып өтті жақында. Осыдан кейін және домбыраға арналған ғылыми мақалалар
біздің мынау мәдениет және өнер, мәдениет және спорт министрлігінің мұрындық болуымен, сондағы ғалымдардың еңбегіменен, және мынау консерваторияның және біздің Қазақ ұлттық өнер университеті, Жүргенов атындағы жаңа өнер академиясы, осылардың қай-қайсысы болмасын төбелі бір проекттер жасады. Бұның бәрі домбыраға қатысты болды. Сондықтан қазір санап отырсақ, бір жылдың ішінде 10-нан астам үлкен ғылыми аса құнды еңбектер шықты деп айтуымызға болады. Сонымен бірге мынау біздің Елордадағы үлкен ғылыми жаңалықтардың бірі, менің ойымша бірегейі, оны мына Ардаби ініміз өз айтады ма деп отырмын, бірақ дегенмен айта кетейін тізімде. Мына Сарыарқаның фольклорлық мұрасы деген үлкен еңбек шықты биыл. Енді бұл аса құнды еңбек, негізінде бұл монография ретінде шықты. Ақан Оңғарұлының жетекшілігіменен, оның үстінде мына ініміз Ардаби тікелей араласқан. Бұның бәрі осы домбыраның құрметіне, күйшіліктің үрметіне жасалған үлкен жұмыстар деп ойлаймын. Соңғы жылдары мен енді өзімде соңғы 10 жыл бойы диссертациялық кеңестің мүшесі болдым. Қазақ фольклор музыкасына байланысты қорғаулардың, бірнеше қорғаудың куәсі болдым. Жалпы ғылыми көңіл күй қалай? Жаңағы қазақ домбырасы және қазақ музыкасына байланысты. Енді Жанғали ағамыз да сіз де айтып отырсыз ғой, соңғы кезде мына қазақ тілді аудитория, яғни қазақ тілді басылымдардың сұранысқа ие болып жатқан. Ол да тек жаңағы ғылыми көпшілік емес, оның бәрі ғылыми еңбектер де бар ғой. Солардың өзі мысалға сұранысқа ие. Өзіңізде диссертациялық кеңесте бәленбай жыл болдым дейсіз. Соңғы кезде жазып жатқан еңбектің көп қазақ тілінде, білім және ғылым министрлігі де, мен ұмытпасам, сондай бір қағида шығарды ғой деймін, ендігі көп қазақ тілде жазылу керек деген. Сосын бұл да жақсы нәрсе, бірақ мен айтар едім, егер домбыраны одан ары ұрпақтың санасына сіңіру үшін бізден бұрынғы жаңағы ағаларымыз айтып кеткен ғалымдар бар ғой, кезінде совет заманынан бері қарай жазып келе жатқан, одан ары жазып қалдырған орыс тіліндегі еңбектерді осы мемлекеттік деңгейде біртұтас қазақ тіліне аудару жұмыстары жүру керек. Орыс тілінде бар әрине. Қазақстанның электронды кітапханасында бар. Соларды мына қазір қазақ тілді буынның талабына сай, керек десе мемлекеттік тілді дәріптеу деп айтуымызға да болады бір жағынан. Сондай ғылыми еңбектердің барын, орыс тілінде болған еңбектердің көбін қазақ тіліне аудару керек. Бұл негізі өте уақыт күттірмейтін мәселенің бірі. Себебі біз оқыған ғалымдар, мысалға Асия Мұхамбетова апамыздан біз докторлық оқып жүргенде лекциясын тыңдадық. Сонда қазақтың домбыра өнері болсын, жалпы дәстүрлі музыкалық өнерден ғылыми бағытқа келген жас буын міндетті түрде ол орындаушы болу керек, қазақ тілді болу керек, осындай бағытта болу керек, өзі орындау білу керек, өзі мемлекеттік тілді білу керек, өзі қазақтың этнографиялық салт санасын, ауылдың тұрмысын, елдің тұрмысын, күйшілік ошақтарды жақсы білу керек, өнерді деген сондай талаптар айтады. Сол талаптарды да ескеруіміз керек қой деп ойлаймын. Сондықтан енді қазір жаман емес, жақсы. Маған үнемі мына нәрсе қызық. Күй өнеріміз бар. Бізге тән жаңағы қырғыз халқында да күй өнері бар, бірақ біздегідей көп емес қой деймін. Сіздер әрине жақсы білесіздер, бірақ мен жай қарапайым адам ретінде байқағаным сол. Немесе жаңағы башқұрт халқында да қурай менен күйлері бар, бірақ оның қанша саны көп екенін білмедім. Бірақ қазақ күйлері өте көп, сонымен қатар тіпті мектеп қалыптастырған. Бірнеше мектебі бар. Күй инструментал өнер. Неліктен бұл инструментал өнер, мысалы үшін біздің көршілерімізде жоқ та, бар болса да өте аз да, бірақ бізде өте маңызды орын алады музыка өнерімізде. Бұның бір әлеуметтік мәдени себебі болуы мүмкін бе? Маған бір ұнамайтын пікір осы. Бұл сізге тікелей қатысты емес, жалпы осы қоғамда сондай қалыптасқан. Бұл қазақтың күй өнеріне тең келетін ешқандай өнер жоқ. Біздің көршілерімізде де жоқ. Түріктің кіндігінен тараған еш халықта бұндай асқан өнер жоқ, тек бізде ғана.
Домбырадан асқан өнер жоқ, ол тек бізде ғана деген бір бізде қасаң ұғым бар. Әрине ол біздің енді біздің өнеріміздің кенен екенінде әңгіме жоқ. Себебі біз орталық Азияның кіндігіндеміз. Сондықтан біз қырғыздағы өнерді, өзбектегі өнерді, түркімендегі, Еділ мен Жайықтың бойындағы башқұрт естектің де өнерін сіңіріп өскен елміз біз. Сондықтан біздің өнеріміз кемелденген өнер. Алтын Орда ғасырынан, заманынан бастап, баяғы Шошыған заманынан бастап, Алтын Орда Шошығанның өлімін домбырамен естірткен Кетбұғадан бастап, бізде сондай үлкен кемелденген өнер қалыптасқан. Сондықтан біз кейде ойлаймыз да, оның үстіне біздің ұлы даламыз бар. Соны ойлаймыз да, біз ойлаймыз, біздің маңайымызда халықта ондай жоқ шығар. Біздің бір артықшылығымыз болсын. Жоқ шығар емес. Шын мәнінде олай емес. Кейде жоқ деп айтатын көптеген журналистердің сондай бір пікірлері бар. Мен оны көзім шалып жүреді. Қалай болғанда да бізбенен мынау Алатауды еміп өскен қырғыз халқының қомыздағы күйлері бізден кем емес. Себебі олар ғасырлар бойы бізбенен күй тартысқа түскен ел. Мынау Маңғыстау түбектің елі бергі заманға дейін, осы 20-шы ғасырдың ортасына дейінгі уақытқа дейін қазақ пен түркімен бақшылары мен қазақтың ұлы домбырашыларының тартысы бергі уақытқа дейін салт болып қалыптасқан ол жерде. Мұрат Өскінбаевтың заманында мысалы айтайық. Сондықтан түркіменнің музыкасы да ол ерекше дамыған музыка. Бұл туралы жазылған еңбектер толып жатыр. Успенский мен Беляевтің кітабын оқысаңыз да жетіп артылады. Ал енді біздің мынау Алтай тауының бауырын жайлаған ел бар емес па? Кіндік десе ол, ары қарай тарихын да қарасақ, этникалық құрамы да солай. Бұл елде де қазіргі кездегі мысалы қазақтың сал-күреңі менен қалмақтың ең үлкен ана Шаған келді деген көктемгі мерекеде тартатын күйлерінің арасында ешқандай ырғақтық болмаса мелодиялық өзгешелік жоқ, туыстық бар. Қалмақта да күйдің неше тарауы сақталған әлі күнге дейін. Енді Алтайдағы мына ойрат тектес халықтарды қарасақ, олардың термелері, әндері бәрі дегеннен. Олар да өзінше. Бірақ бір артықшылығы, біздің бір бақытымыз мынада. Бізде зерттеушілеріміз мықты, өнертанушыларымыз мықты, бағалау мықты, қадірлеу мықты бізде. Өкінішке орай әрине шашылған, жиналмаған, есеміз кетіп қалған жерлері бар мына ғылыми тұрғыда. Дегенменен Ақселеу ағамыз айтқандай, қазақта 5000 күйдің бар екені ақиқат. Тарауы менен. Жалпы 5000-ға жоқ. Ал енді бізбенен туыстас халықтар болсын. Бізбен туыстас халықтарды, түркі тілдес халықтарды, түркі тұқымдас халықтарды қазіргі ғылым екі бөліп зерттейді. Отырықшы және көшпенді деген сияқты. Бұл екеуінің де ерекшелігі бар. Бұларды бірінен бірін артық деуге болмаса кем деуге болмайды. Әрине. Алысқа бармай қояйық, мына тұрған өзіміздің Түркістан өңіріндегі сырдың бойындағы өнердің ұлылығын кезінде сол жерде жазған үлкен ғалымдардың бір Эйх Горн, өздеріңіз жақсы білесіздер. Сонда жаңа көшпендіде де отырықшыда деп бөлмей, бұлардың музыкасын, жалпы түріктің музыкасын, түркі халқының музыкасын бұны бір тұтас деп санауымыз керек. Біз тек сол түркі музыкалық мәдениетінің бір бөлігіміз біз. Бұны біз болашақта да айта жүрсек жақсы болады. Бізде сіз айтып өттіңіз, жаңағы 5000-нан көп, немесе 5000 күй бар деген сияқты. Енді осы жерде біздің ұлтымыздың домбыра күйлерінің, қобыз күйлерінің, сыбызғы күйлерінің бір мысқал артықтығын осы жерде айтуға болады бізге. Себебін айтайын. Бізде мынау күй аңыздары, аңыздардың ішінде, мифтердің ішінде күй аңыздар деген бір тарау бар ғой. Оны өздеріңіз білесіздер. Күй аңыздар деген тарау бар. Яғни біздің қазақтың мына есте сақтау қабілеті, тарихи жады өте мықты. Қазіргі осы біздің заманымыздағы қазақ анау ежелгі Қорқыттың дәуіріндегі әуенді таниды. Одан бергі сары салтықтың бақсылық сарындарын бірден танып қояды.
Қыпшақ Қойлыбайдың сарынын бірден біледі. Асан Қайғының ел айырылғанын таниды. Сарыөзенді таниды, мысалы. Ол қай ғасыр? Ол 9-шы ғасыр, ол 12-ші ғасыр, ол Алтын Орданың заманы, ол одан кейінгі мынау Қазақ пен Ноғайдың айырылған заманы, ол Бәйжігіт қазақ хандығының заманы. Сол кездегі аңыздар, сол кездегі күйлер, сарындар біздің жадымыздан өшкен жоқ. Сондықтан ол жадымыздан ол күйдің аңызы өшпегеннен кейін, күйдің шежіресі өшпегеннен кейін күйде өлмейді ғой. Ең алғашқы күй жинаушылар кімдер еді? Мынау нотаға түсіріп, оны жаңа заманға жеткізген. Меніңше ойлаймын Ахмет Жұбанов. Саяхатшы ғалымдар бар көбі, енді керемет Ахмет Жұбановтың деңгейінде болмаса да, бірақ мәлімет берді. Қазақтың даласын қандай мақсатпен араласа да, керемет дүниелер. Енді өте тымар орта ғасырдан Әл-Фараби. Ал енді соңғы мынау айтып отырған күйшілік өнерді домбыраның тоңыруында. Мектептерге бөліп, жүйелі бір зерттеу, далалық этнографиялық музыкалық экспедициялар жасау, сол Затаевичтің ар жақ бер жағында жүйелі жиналды деп айтуға болады. Әрине енді ауылдан алып келіп, Алматыға келіп, Ахмет Жұбанов өзі кәдімгі оркестрға күйлерін сүртіп, Құрманғазының күйлерін Дина апамыз, Дина бабамыздың арқасында, жеріміздің арқасында оркестрға түсірілген ғой. Мен өзім оркестрді қозғап отырған себебім мемлекеттік академиялық филармонияда оркестрдің күйшісімін. Жаңа айтып жатсыз, домбыра күнін мінекей елбасы атау жөнінде енді күнді қойды ғой. Біз қаншама жыл, мінекей 5-6 жылдан бері оркестр жан-жақтан жиналып, жалғыз мемлекеттік академиялық филармонияның қазақ оркестрі емес, үлкен составты түрде, орысша айтқанда үлкен, қалай айтсам екен, әрбір облыстан жиналды оркестрлар. Енді өзіңіз ойлаңыз, әр оркестр 60 адамнан, 70 адамнан, әр облыстан келгенде. Біздің өзіміздің филармонияның оркестрінде 90 адам, 100 адам. Сондай осы пандемияға дейін қаншама біздер концерт қойдық. Оны атап өтпеу мүмкін емес. Өзіңіз ойлаңыз, оны қаншама теледидардан көрсетті, шетелдерден көрсетті. Жанғали ағамыз айтып отыр ғой, қырғыз елін айтып өтті, өзбек елін бәрін айтып отыр. Сол жақтардан да келіп, біздің оркестрмен, есіңізде ме, жаңа өзіңіз де айттыңыз ғой, айтыс күйлерді ұйымдастырдық мысалы. Солармен айтыс күйге біраздан кейін тоқталамыз. Сонымен қатар, мынау осы соңғы кездерде мен байқаған бір тенденциям бар. Қоғамда домбыра үйренушілердің саны артып жатқан сияқты. Және сонымен қатар домбыраның мынау халықаралық аренада танылуы. Бұл мәселеде Алпамыс мырза, сіздің еңбегіңізді көріп жүрміз. Жалпы, қазір осы жерде 5 қазақ отырып алып, бізді біреумізде домбыра шамалы, немесе оның әуені басқа ұлттың аспаптардың әуенінен төмен деген әңгімені біреумізде айтпаймыз. Бұл жерде ойлаймын, 5 адам отырғанмен 6 жан отыр бұл жерде. Сіздің қолыңыздағы домбыра, біздің 6-шы бұл жерде отырған, айтқанда жан біткен керемет аспап, қасиетті аспап. Оның қасиетіне де қазір сөз әңгіме қылдырарымыз сөзсіз. Домбыраның мен өзім көп шетелге шыққан кезде продюсерлік қызметімен жас балаларды мен өзім домбырада ойнамаймын. Бірақ мен көбінесе тыңдаушысы, оның фанаты ретінде домбыраны дәріптеуге қолымнан келген, қарапайым продюсер ретінде емес, қарапайым қазақ ретінде қолымнан келгенше бір іс атқарайын деген мақсатпен, жаңағы домбырашы, керемет домбырашы жігіттер бар, Ернат, Темірлан деген, солармен бірге шетелдерде біз Израильде, Ригада, Париждің төрінде, Голливудта көп бірге шыққанбыз. Ол кездегі мақсатымыз, мен енді жігіттер өз өнерін көрсетіп, жаңағыдай дәріптеу болатын болса, менің мақсатым тыңдарманның домбырада, сахнада ойнап жатқан кезде шетелдік тыңдарманның, мен жігіттерге қараған жоқпын ол кезде мысалы. Маған әрбір шетелдіктердің реакциялары қызық болды да. Қалай қабылдайды екен? Маған қазақтың реакциясы ол кезде қызық болған жоқ. Егер домбыраны сүймейтін, түсінбейтін қазақ, Қадыр атам айтып кеткенде, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Бұл аксиома да.
шетелдіктен реакциялар қызық болды. Олар қалай қабылдайды екен деген сияқтылар. Көп аудиторияны көрдім. Өте көп аудиторияларды көрдім. Тағы да басқа домбырашылармен, басқа ойнаған оркестрлар барған кезде де маған сахна емес, маған көрерменнің реакциясы. Солар не айтады, не ойлайды. Артқы жақта отырған адамға іші пысып кете ма, жоқ әлде оның реакциясы қалай болады екен деген сияқты зерттеулер, визуалды зерттеулермен қараймын. Сол кезде домбыраның феномені ол бір ғана қазақтың айналасында жүрген аспап емес екеніне көзім жетті. Мысалы, әлемде классикалық аспап деген керемет аспаптар жетеді ғой, да, там скрипканда, мысалы, қаяқта айтсаң да біледі. Домбырада сондай деңгейін мемлекеттік емес, әлемдік деңгейге көтеретіндей бір өзіндік орны бар да. Оның, мысалы, қазір домбыра күні деп бір күнді жарияладық, иә? Не істеп жатырмыз? Сол домбырашылармен барып флешмоб болады, Жанғали ағаның бастап барлығымыз алып, неге сол күнді еске алады да, жаңағы қазақ елі монументіне апарады да, барлығын домбыра ойнайды, кім жаңағы домбыра ойнай білетіндердің бәрін басын қосып қояды да, бір әдемі флешмоб өтеді. Болды. Оны неге ар жаққа қарамасқа, ана тиктокта отырған жастарға айтады, новое поколение Z деп айтады ғой. Мен сияқты тыңдармандарға қандай не болады, біздерге қандай, келе жатырған келер ұрпаққа не береді? Жаңа қаншама кітап шығып жатыр, ол кітаптың бетін ашып жатырған сол домбырашылар ғой, бірақ домбырашы деп бөлмеу керек. Қазақ ашып жатыр ма келе жатырған ұрпақ бетін, оларға қалай дәріптейміз? Бір ғана мерекені мереке деп қоя салу болады. Оны ешкім запрет қойып жоқ қой. 360 күн бар, бір күнде ұлттық домбыра күн десем, бір күнде тағы бірдеме күнде. Бұл күнге арнап, мен ойлаймын, кәдімгідей кинолар түсірілу керек. Дәріптеп. Ана көшеде мысалы деген тәуелсіздік күндерінде тәуелсіздік күні құтты болсын деген жазу сияқты психологиялық пиар түрінде жаңағы ана техникалық үлкен дүкендер бар ғой, солардың өздерінде ұлттық домбыра күні ғана акция өтеді деп, ана домбыраға түк қатысы жоқ, сол жаққа телефон сатуға келе жатырған адамның санасына дейін біз ұлттық домбыраның деңгейін биікке көтеру керекпіз да. Ол бір ғана бір өнер танушылардың, домбыраға ғашық мен сияқты фанаттардың ортасында ғана емес. Оның қанатын кеңге жаю үшін мемлекет ұлттық күнді таңдады ма? Соған ұлттық күнге орай барлық жан-жақты әрекет жасалу керек. Ағаларымыз, әпкелеріміз, мен ойлаймын, осындай кісілердің арқасында ғана біздер бұл кісілерге кәдімгі бас иетін адамдар, себебі олар алып келе жатыр да қазір. Олардан кім алып қалып жатыр қазір ары қарай домбыраны? Кім алып қалып жатыр? Бар ма алып қалып жатқанда? Шетелдіктер дегенге бір не мысал айта кетейін. Осы Таласбек Әсемқұлов ағамыз білесіздер ғой, марқұм. Сол кісінің үйіне мен студент кезде домбыра үйреніп жүрдім, Жанғали аға біледі. Бір күні барсам, Парижден келген, ұмытпасам, Завье деген бір француз жігіт отыр екен. Ол мына біздің ұлы Тәттімбет күйшінің бірдеңе деген ұрпағының бір қызын алған екен, осы арқадан. Сол жақта тұрады отбасыменен. Сосын ол сол Таласбек ағаның үйіне келгенге дейін Парижден енді ана қазақтың қызын алып отырғаннан кейін Тәттімбеттің ұрпағы айтқан болуы мүмкін. Бізде осындай атамыз болған, ол ұлттық классик композитор, мынандай күйі бар дегеннен тыңдағаннан кейін ғашық болған болуы мүмкін. Сол жақтан дискісін шығарды. Сматай Үмбетбаев, Таласбек ағамыз бар, Қайрат Айтбаев деген азамат бар, кім Ардақ Исатаева, Саян Ақмолда ағамыз бар, шақырып концерт берді сол жақта. Сонда мен таңғалғаным, жаңағы үйге барсам, дастархан үстінде мынандай әңгіме айтты да, жаңа біз дейді Парижде осы қазақ ұлтын білетін, қазақтың домбырасын, қобызын, дәстүрлі әнін білетін бірнеше француз бармыз дейді, бір қалада. Сонда Қазақстанның мәдениет күндері неше түрлі саяси, экономикалық, мәдени қарым-қатынастарға байланысты концерт келетін кезде біз арнайы Қазақстанның елшілігіне барып өтініш жазамыз дейді. Сондай хабар шыққан кезде бізге Қазақстандағы симфониялық оркестрлердің керегі жоқ. Бізге келмей-ақ қойсын. Бізге мына қазақтың домбырасы, жеке күйшілер, жеке қобызшылар, әншілер келсінші деп бас елшіге өтініш айтамыз дейді. Ой, жарайды, жақсы деп қарастырамыз деп соны біз жүреміз алақайлап. Тура сол күні жаңағы симфонияске бәленбай 100 адам келеді дейді. Бізге соның не керегі бар? Біз айтып елшіге түсіндіре алмадық дейді. Мысалда,
қандай құрмет. Сол мың күйдің шыққанын естіпті. Ойбай, маған мың күй керек деп, содан ана сол құрметіне, қазақтың күйіне деген, домбырасына деген құрметіне сол мың күйді көшіріп, флешкемен апарып бердім мысалға. Сонда көрдіңіздер ме? Бізде шетелге барып, ойбай, керемет симфониялық оркестр бар. Оркестр мәдениетте керемет дамып, біздің қазақ өнерімізге үлкен еңбек сіңіріп жатыр ғой, бір қырынан. Жалпы дыбыстық музыка ретінде мысалға. Бірақ домбыраның ең керемет құндылығы, жаңа мына бауырымыз айтып отырғандай, ол бізге қалай жетті, ағамызға. Бұл кісі кезіндегі Созақтың, қазақтың қаншамалаған күйшілерінің алдын көрді Жанғали ағамыз. Былай қарағанда, мен ұстазым бұғыны мақтап отырған жоқпын. Әңгіме қазақтың домбырасы, күйі, оркестр ол 40-30 жылдар қалыптасқан ұжым, былай айтқан кезде. Ғасырлар бойы жаңа жеке орындаушылықта жетті. Жаңа бауырымыз өте керемет айтып отыр. Кинолар түсірсін, кезіндегі өтіп кеткен, домбыраны қастерлеп өтіп кеткен ұлылар туралы, көзін көрген адамдар туралы документальный фильм түсірсін. Соның кейін және бір ерекше айтып кететін нәрсе, Мырзатай ағамыз көп көтеріп жүр. Домбыраны жасаған шебердің бәрі қаңғып жүр қазір. Атағы жоқ, мастерской жоқ, ешқандай университет алмайды оларды, музыкалық оқу орындарының өзі. Домбыра жасайтын кешегі Романенконы көрген, кеше Қамар Қасымовтың дәстүрін жалғастырып отырған домбыра жасайтын адамдар да санаулы бізде мысалға. Қазір домбыраның формасы да дыбысы да өзгеріп кетті. Әркім әртүрлі жасайды. Қазақ ежелден өзінің формасы бар. Қазақтың шеберлері түгел күйші болған. Өздері қолмен жасаған. Қақпақтың астында қай жерге белағаш салады, қай жерге салмайды, салу керек па жоқ па, оның бәрін зерттеген. Формасы әр аймақта әртүрлі дамыған. Соны білетін шеберлердің өзі қазір күнкөрістің ғамыменен өзімен өзі болып кетті. Домбыра дейміз, күй дейміз, бірақ ол домбыраны жасаған адамды да біз ескеруіміз керек қой. Әрине. Экспода 2010 жылы мен 2 айдай жұмыс атқардым. Қытайда, жаңағы інімнің сөзін тірілтейін. Шанхай елінде болды, сонда мен 2 ай жұмыс істедім. Домбырамен, қара домбырамен сонда барып 2 ай жұмыс істеп, осындай ғана сахна, соған біз қазақ елінің өнерпаздары концерт қойдық. Сонда енді әрине мен жеке шығып күйді тартқанымда, менің таңғалғаным, әр мемлекеттен таңғы 4-тен келіп, домбыраны тыңдау үшін таңғы 4-те келіп очередьқа тұрады. Білесіз бе? Біз сағат 9-10 кезінде концертті бастаймыз. Сағат 1-ге дейін қоямыз, содан кейін 2 сағат демаламыз да, өзіңіз ойлаңыз, қайтадан 3-тен сағат кешкі 10-ға дейін концерт қоямыз. Ойлаңыз. Сонда жалықпайды, таңғы 4-те келіп, осы күйді тыңдау үшін келеді. Нанасыздар ма? Күйді тыңдау үшін, қазақтың әнін, дәстүрін тыңдау үшін келіп, мен байқағаным 2-4-5 адамды байқадым, қайтадан очередьке келіп, қайтадан түстеген келіп атқанады. Мінекей домбыраның киелігі, қасиеттілігі сонда. Дұрыс айтасыздар, жаңа айтып атқандар. Домбыраны дәріптеу керек. Мінекей ұстаздарымыз отыр, біраз шәкірттері бар. Мен ойлаймын, домбыра ешқашанда өлмейді. Дәріптеу керек деген кезде әсіресе мына жүйелі түрде дәріптеу өте маңызды. Кезінде осыдан бір 5-10 жыл бұрын керемет бағдарламалар болатын. Соның енді жоқ деп айтуға да болады қазір. Алтыбақан, қазақтың 100 күйі, сол сияқты күй тартыс деген сияқты бір аптасына күнде болмаса да бір 15-20 минут ол да керек. Мысалға менің балам домбыра тартады. Ана балапан деген арнада күйдің аңызын айтып, осы Жанғали ағалар бір бағдарлама бар. Жаңағы мультик, баяғы күйлерді айтады, аңызын айтады, соған байланысты, жан-жануарға байланысты туған күйлер болса, мысалға, Алмажай деген Байжігіттің күйіне, жылқының жүйріктігін нелен, соны аңырып, жаңағы, сөйтіп отырады. Бұл ақпарат құралдары идеология ғой, негізі. Осындай нәрселерді көбейтуіміз керек та, теледидардан. Әрине, өте орынды ұсыныстар айтып отырсыздар. Әсіресе маған домбыра жасаушылардың жағдайы. Домбыра жасаушылар қазір өте, мысалға, жоқ болғанда бар енді. Үлкен шеберлер. Десек те, Абай ТВ, жаңағы не тұрғысынан қарайтын болсақ, бір үнемі домбыраның дауысы естіліп тұрады Абай ТВ каналында. Егер байқап жүрсеңіздер. Енді мына шетелдік тәжірибеге қарайтын болсақ, бұл домбыраның өзі, жасаудың жолдары, сосын орындаушы, күйші, бәрі де біздің қазіргі тілмен айтқанда
материалдық емес мәдени мұраға жатады. Оның алды ЮНЕСКО-ға кірді, жаңа ағамыз айтты. Енді мына шетелдегі жаңа Қырғыз, Өзбек, Қытай, Корея, Жапония, Ресейде мәдениет министрлігінен бөлек арнайы заң бар. Осы нематериальный культураны қорғайтын. Мысалы, арнайы бюджет қарастырылған. Мысалы, Жанғали ағаның әкесі Әлімхан Ақсақал дүниеден озды міне. Арқада Фазыл Тұтқабеков кетті. Кеше көненің көзі еді. Соларға диплом болмағандықтан, университетте істемегендіктен, оркестрде істемегендіктен оларға ешқандай құрмет марафат көрсетілген жоқ. Енді кәсіби музыканттарға, домбырашыларға, әншілерге мемлекеттің жыл соңында міне декабрь айында азды көпті марапаттайтын, еңбегін бағалайтын мереке бар ғой. Тәуелсіздік күні бар, мемлекет. Енді домбыра күнді жаңағы елді мекендегі ешкімге керегі жоқ болып жатқан санаулы адамдар қалды. Домбыраны ұстап ән айтатын, жыр айтатын, жоқтау айтатын, күй тартатын, сондай кісілерге неге бір халық күйшісі, неге бір халық өнерпазы деген бір медалдар жасап, неге бермейміз? Ондай тәжірибе, домбыра күні. Сондай бірдеңе тағайындауымыз керек қой. Мысалға, Кореяға барып келді біздің институттың қызметкерлері. Сонда жаңағы былай қарағанда біздің өнермен салыстырғанда, енді әркім өзінікін жақсы көргенін айтқанда болуымыз мүмкін. Түкке тұрмайтын дүниелерін жаңағы носительдер дейді, мұрагерлер бейтіп алақанына салып отыр дейді мысалға. Өте орынды нәрсе айтып отырсыз. Кез келген бастама негізінде жоғарыдан төмен қарата емес те, төменнен жоғары қарата шығатын болса, әлде қайда бір дәстүрге айналады, әлде қайда тұрақты болады. Бұл тұрғыдан, мысалы үшін жаңағы ұлы күйшілердің атын атап отырсыз. Сіздер қандай бастамалар жасап отырсыздар? Мысалы үшін сол кісілердің күйлерін орындаған кезде, дәріптеген кезде арнайы бір шаралар ұйымдастырасыздар ма? Және сонымен қатар, мысалы үшін мынандай нәрсе бар да, жаңа біз кинотанушылар өзіміз ассоциация құрдық. Сөйтіп, жаңағы Қазақстанда түсірілген фильмдерге жылда біз өзіміз арамыздан ақша жинап, жылда не береміз? Құрмет көрсетеміз. Қолдарына бір статуэт берсек те. Нәтижесінде қазір бұл біздің ассоциациямызға жаңағы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі шығып, жаңағы бізден көмек сұрай бастады, жаңағы Қазақстандағы сериалдардың сапасын жақсартуға деген сияқты. Дәл осындай сіздерде де бір формация бар ма? Мысалы үшін домбырашылар арасында Күйшілер одағы деген құрылды. Мысалға, күйшілер одағы жаңадан құрып жатыр. Рүстем Нұркент деген бауырымыз бастаған замандасымыз. Ол күйшілер одағын құруға, кеңесуге маңайында ақылшы ретінде осы Жанғали ағаларымыз бастаған біраз ағаларымыз, апаларымыз бар. Бірақ ол қазір қоғамдық ұйым түрінде енді, сіздердікі сияқты жаңа. Енді болашақта үлкен үміт күтіп отырмыз осы одақтан. Бірақ осындай одақтарды министрлік, үкімет керек болса, 100% болмаса да 50-де 50 қып қармағына алу керек, қолдау керек. Егер біз домбырашыны, күйшіні, өнерді бағалаймыз десе. Әрине. Бірақ ол үшін де сол ұйым өте белсенді түрде жұмыс істеу керек. Қазір енді сол кезде мысалы үшін жаңағы өзара үнемі шаралар ұйымдастыратын болсаңыздар, пікірталастар, кездесулер, концерттер. Ондай жасалып жатыр. Ақырындап, енді әлде де жоспарларында бар шығар, енді олар тыныш жатқан жоқ. Қазірде. Күй тыңдағымыз келсе, мысалы үшін жаңағы үйімізде әрине бір өте сапалы диск болмауы мүмкін. Өйткені расында да таба алмайсың. Қай жерден сатып алатыныңды да білмейсің, тез арада сатылып кетеді. Күй тыңдағымыз келсе, мынау интернетті қосамыз, YouTube-ға кіреміз, күй деп жазып, сол жерде күйлерді тыңдаймыз. Бірақ көп күй жаңағы концертте не қылған, жазылып алынған. Сахнада жазылып алынған. Сондықтан да жаңағы дыбыстық сапасы да біраз проблема бар. Мынау советтік кезеңде, мысалы үшін қазақ фильмде және тағы да бірнеше жерлерде, қазақ радиосында арнайы бір зал бар еді. Сол жерге кіріп, кәдімгідей оркестр отырып алып, өте сапалы дыбыста жазатын. Қазір кезде осындай орындар бар ма? Керемет еді ғой кезде. Совет өкіметінің кезінде мен бір бақытты адаммын. Совет өкіметінің кезінде менің күй табағым шыққан. Сонда жаңа өзіңіз айтып отырғандай қазақ фильмде жазып едік соны. Осы Мақсат Мұхитдинов ағамыз жазды. Ол кездегі дыбыстың сапасы менен қазір енді салыстыру
мүмкін де емес шығар деп ойлаймын. Себебі енді оның әртүрлі себептері бар. Қазіргі кезде мынау домбыра күйлері қоғамға не ретінде қоғам тұтынады ғой. Соған домбыраның мынау жалқы күйінен гөрі өңделген шығармалар көп өтеді қазіргі кезде, өтімді. Оны біз қаласақ та, қаламасақ та солай өзі. Прогресске кім қарсы тұрады? Ендігі проблема біздің үкіметтің тарапынан, мен ойлаймын, жарайды сол өңделген домбыраның туындыларының өзін кәдімгі стандартқа сай жасау керек деп ойлаймын. Оны жасағанның өзінде жаңағыдай қазіргі мына ғаламтордың кез келген уақытта кез келген тұтынушы болады, шетелдік болуы мүмкін. Сол тыңдағанда сүйсініп отыру керек қой, ана дыбыстың сапасына. Оның бәрі әрине жақсы музыка дегеннің өзі де бір қымбат әуесқойлық қой. Сондықтан оған да ақша төлеу керек. Негізі студиялар бар. Студиялар қазір бар, жеке студиялар барсын. Қай жаққа жазылса да, және де қазіргі мысалы... Оркестрге арналған бар ма? Енді оркестрға, мен оркестрдің жетекшісі болмағаннан кейін оны айта алмаймын, менде бәлкім бар. Бірақ осы солистке арналған. Бар. Жеке сольны орындаушыларға арналған. Ең бастысы жаңағыдай ғой, мен бір неде Иерусалимде атақты кеңес үкіметінің және шведтің мықты музыка танушысы Михаил Казиник деген мықты маман бар. Сонымен бірге бір жеке отырыс болған болатын. Ол кезде жаңағы жігіттердің өнерін тыңдап болғаннан кейін жаңағы ғалым, енді ол Нобель сыйлығының алдындағы концертті ұйымдастырушы, ол жерде классикалық аспаптарды ғана болатын, сондай бір не бар. Концерт өтеді, Нобель сыйлығынан кейін сондай айтады маған. Осы домбыраны ойнап болды, жаңағы екі жігіт айтады, мына домбыраны шығарған адамға тіпті ұлтқа Нобель сыйлығын беруге болады деген нәрсені айтты да. Сол сөзі жаңа есіме түсіп отыр. Сонда сол айтады да. Неге олай деді? Себебі не еді? Себебі жаңағы бұл ол кісінің пікірі бойынша, мен енді қазір цитировать етпей айтайын, ойының тұжырымдамасын айтайын. Бұл аспаптың әлі сіздер бір ғана ұлттың аспабы ретінде қарайсыздар дейді. Бір ғана сол жерде қайнап, сол жерде өздеріңіз ішінде соны дамытасыңыз, сол жерге алып келесіңдер, жаңағы сол мемлекетке қатысты нәрсеге ғана жаңағы неге алып барасыңдар дейді, жаңағы мысалы бір елшіліктің концерті бола ма шетелде, солмен алып барады, жаңағы экспо бола ма, сол жерде алып барады. Бірақ оны несін кең қарау керек та, жаңағы Ардабияға ренжімеңіз, жаңағы бір нәрсе, бір сөзіңізбен ғана келіспеймін, сіздің марапат деген нәрсемен ше. Бұл домбыраны марапат үшін тартпау керек, марапат үшін дәріптемеу керек. Бұл ана ар жақта, глубина жақта болу керек та, сен болмысында тереңде болу керек та, сен тереңде ана жақта болу керек. Ол тек қана бір ғана адамның емес, бір ұлттың болмысын күйінде болу керек. Және біз егерде ол марапат үшін күйшіге домбыра тартып үйретіп дәріптейтін болсақ, онда ол сол анаға боксқа шығатын, медаль үшін шығатын боксер сияқты болып қалады. Бұл одан да биік дүние, расын айтқан кезде. Себебі болмыс қазақтың синонимі, оны әр қарай кеңге танытатын болсақ, бұл біз үшін бір экономикалық жақтан қараған кезде де Димаштың сахнада домбыра ойнағаннан кейін қанша шетелдіктер домбыра ойнауға құлшыныс білдіріп, домбыраның несін кейін жайғыза берді. Бір ғана адамның феноменальдық тұрғысынан. Оны андай сондай глобальный қылдырып қарастыру керек та, бұл үні де, болмысы да. Бірақ десек те, қазақтан артық домбыраны ешкім ойнай алмайды. Біздің заманауи, мысалы қазір осы телеарнаны пайдаланып отырып айтайын, джазға, рокқа, рэпке, тағы басқа батыстан келген, я болмаса кей-поп стилінен келген, соны бойына сіңіріп дамытып жүрген жастарға айтатын. Біз джазды жаңағы латын американдықтардан артық біз айта алмаймыз. Біздің болмысымыз емес. Біз жаңағы классикалық аспаптардың отаны болған жаңағы скрипканы да, жаңағы дұрыс айтып отырсыз, кез келген жаңағы пианино болсын, олардан артық ойнай алатын шығармыз, бірақ болмысымыз ол емес та. Сол сияқты біздің домбыраны қанша шетелдің қолына берсек те ол қазақ болмайды да. Оны бір қазақтың өзінің бір синонимі деп айтып отырмын. Сондықтан бұған бір
ғаламдық тұрғыдан, глобальды тұрғыдан қарау керек. Ол сол түсінімге, сол санаға біздер қашан келеміз, сол кезде бізде домбыраны дәріптеуге байланысты немесе оған жаңағы айтып отырған жоғарыдағы мәселелер бізге келмейді деп ойлаймын. Себебі ол біздің қалыптасып кетеді. Домбыраның үні ойнаған кезде, бана Жанғали аға дұрыс айтып отыр, музыкада заманнан қаша алмаймыз, оны коллаборацияға қалай да келу керек. Бізде егерде әр санаға бұны ар жағына миға деген балтамен қадап тастап, бетіп шегелеп тастау үшін түпкі санамызды осыған тереңнен қарауға үйрету керек сияқты. Рахмет. Балабақшадан басталу керек сияқты меніңше, домбыраны үйрету. Жаңа ғана өте рахмет Алпамыс. Мына өнер адамында бір жалпы өзіңіз білесіз, өзіңіз өнерде жүрсіз ғой. Алпамыс домбыра тартама тартпайма мен білмеймін, бүгін көріп отырмын, азаматпен танысып отырмын. Жаңағы марапат берсең тартып, марапат берсең тартпайды деген әңгіме емес. Бұл кішкентай болмашы құрмет. Жоқ, еңбекті бағалауға да жатқызбайық. Әлгі қазақтың көңілі бір атым насыбай дейді ғой. Соның өзі, мысалға шетелдегі тәжірибемен айтып отырмын мен. Мысалға Қытайда мына кісі Қаратау күйшілік мектебінің өкілі. Төлеген Момбековтен үйренді, әкесінен үйренді. Бұл кісіге куәлік берген мынау Қаратау күйшілік мектебінің өкілі, міне книжкаңыз. Сосын университеттен 300 мың алама, оның бір 200 мыңның үстіне стипендия қосады айлығына. Жылына беретін стипендиясы бар. Бұл кісіге үлкен, бұл кісі оған мұқтаж емес, бірақ рухани қолдау. Мен осындай екенмін. Сосын ондай қолдау көрсетіп отырып тапсырма береді. Сіз міне өкіметтен мынандай не көріп отырсыз, енді сіз шәкірт тәрбиелеңіз дейді. Жалғыз күйші емес, қымыз ашытатын, қой союдың мұрагері отыр Қосшыда. Куәлігі бар, 2 куәлігі бар. Сол қой сойып, қонақ күтудің мұрагері дейді. Қойды қалай сою керек, қонақты қазақы дәстүрмен қалай күту керек деген. Ол кәдімгі біздің студияға келсе ол кісі рухы өр, мен куәлігім бар, мен міне орталық Қытайдың үкіметі берген айлығыма пәленбай қосылған стипендиям бар дейді. Ол одан рухани өсіп отыр, көрдіңіз ба? Қанаттандырады. Ал жаңа шеберлерді де сондай қазір. Шеберге барсаң, бәрі көңіл күй жоқ, мысалы. Әзір айт десеңіз айтып берем, мысалы. Күнде барып жүрміз ғой, осы бір өстіс екен, қолдас екен деген. Енді пенде ғой бәрі. Еңбегін ол да бір бағалау, бір жағынан айтқан кезде. Сол тұрғыдан айтып жатырмыз, айтпесе енді дұрыс. Әлгі қазақ не көрмеді, мың тырылды, бірақ домбыраны тастап, өнерден, күйден безіп кеткен жоқ. Бірақ енді осыншама мемлекет ретінде, үкімет, үлкен ел ретінде бір сондай құрмет көрсетіп, жан-жағымызға қарап ұялып отырмыз, шын айтқан кезде. Жерге шақырып отыр ғой, әрдайым дұрыс. Шашылып отыр. Мысалы, Өзбекстан нематериалный культурасын соңғы 20-30 жыл болды жинап келе жатыр. Кешегі мың күй, мың ән қайдан шықты? Кезінде жазылып қалмаған болса. Мына Қытайда да, Қырғызстанда да кәдімгі қай ауылда, қай округта қандай өнерпаз бар, мемлекет біледі. Мемлекет болмаса да облыс біледі, аймақ біледі. Бізде ондай жүйелі де жұмыс жоқ. Соның қатарында осы күйшілер, жаңағы әсіресе ауылдағы далалық күйшілікті ұстап отырған ақсақалдарымыз шынымен де қынжыламыз біз мысалға. Олардың алдында талай дүлдүл күйші ағаларымызды көрдік, халық әртісі атағын алған. Домбыра ұстауға ұялатын ағаларымызды көрдік мысалға. Сондай адамдар ескерусіз кетті да. Ол біздің ғана ойымыз емес, шетелдік тәжірибеде бар. Мысалға. Өте маңызды нәрсе айтып отырсыздар әрине. Жастарға ана Алпамыстың сөзінің жаны бар шынында. Себебі бұл жарықтық домбыраға мен көрген күйшілердің көбісі бұл жарықтық домбыраға деген адалдықтары бөтен еді. Олар бір риясыз көңілменен осыған берілген адамдар болады. Қазақтың қай даласында болмасын, мен жақсы күйшілерді алдым, көп көрдім. Төлеген Момбеков, генерал Асқаров бар, Дәулетбек Садуақасов бар, Мағауия Ақсақал бар. Солардың өнегесін алдым мен. Бәрі риясыз берілген, сондай адам болады. Бірақ дегенмен енді Алпамыстың ол сөзі тамаша, бірақ біздің қоғам қазір Алпамыс егер басқа бір аудиторияда осы сөз айтатын болса, кейбіреулер дұрыс қабылдамауы мүмкін. Әлгі домбырашы неғұрлым кедей болса,
неғұрлым тақыргедей болса соғұрлым анау кер толғауды жақсы тартады дегендей. Сондықтан белгілі деңгей Ардабилдің де несі дұрыс. Себебі біздің мына ұлтымызға қатысты белгілі бір мынандай фольклорлық болсын, жаңа этнографиялық болсын құндылықтарды бір айқындайтын шынында да болашақта бір жоспар керек шығар деп ойлаймын. Иә. Менің айтып отырғаным мәдени салада осы дәстүрге байланысты каналдар көп болса, жалғыз Абай ТВ емес, жалпы каналдар көп болу керек. Сонда ғана біз жаңа қазағымызды меншік оята аламыз. Теледидарға байланысты бәрі. Ол үшін мына нәрсе, біз үнемі мына нәрсені ұмытып кететін сияқтымыз. Яғни әсіресе музыка саласында кез келген бір форма танымал болу үшін сол форманы өндіретін және тұтынатын көпшіліктің саны көп болу керек. Мысалы үшін мен Қазақстанда мына тенденцияны байқаймын. Домбыра, иә, көбінесе солисттің музыкалық аспабы. Бізге оркестр деген нәрсе кейін келді. Десек те, қазіргі кезде біз бұл домбыра өнерін және домбыраның өзін сол ұжымдық бір инструментке айналдыра алдық па? Әуесқой оркестрлеріміз қанша, мысал үшін? Бір Астанада қанша әуесқой? Мен профессионалдар сұрап жатқан жоқпын. Бізде барлық нәрсе музыка саласында әсіресе жаңағы неде? Өте профессионалдардың қолында да. Бұл нәрсе әрине музыканың дамуына көмектесуі мүмкін, сонымен қатар музыканың бір жерде тоқтап қалуына да себеп болуы мүмкін. Өйткені әуесқойлардың рухы, әуесқойлардың беретін жаңағы демеуі өте маңызды. Мен традиция тірі болады деген сөз ғой. Иә, тамаша. Мен Түркияда оқып жүрген кезінде Анкара қаласында, Анкара университеті Себастьян Бах хорында тенор едім. Әуесқой едік. Арамызда жаңағы мектептің оқушысы да бар тұғын, 70 жасар адвокат бар тұғын. Бірақ 40 адам едік. Бірақ бір ғана Анкараның өзінде қараңыз, жаңағы батыс музыкасы, түрік музыкасы емес, батыс музыкасы бойынша кем дегенде 10 әуесқой хор бар еді. Жылда жаңағы сол хорлардың фестивалін өткіземіз, анау-мынау. Осылайша Түркиядағы немесе Анкара қаласындағы классикалық музыканы жақсы көретіндердің санын көбейтуге тырысатын едік. Дәл сол сияқты осындай бізде де қараймын, домбыра тартушылар өте көп. Бірақ бұны бір ұжымдық практикаға, ұжымдық тәжірибеге айналдыра алмай жүрген сияқтымыз. Қалай ойлайсыздар? Жоқ, оны айналдырдық қой кезінде біз кеңес заманында. Жаңағы біріншіден сұрағыңыз өте маңызды. Себебі егер традиция тірі болса, онда біз бақыт дейміз. Шынында. Егер жаңа сіз айтқанда біз бұқаралық музыка дейік, әуесқойлық музыка дейік, егер ол болмаса, ол сіздің супер кәсіби негізден түк пайда жоқ ұжымыңыздан. Яғни халыққа сіңу керек. Қазір осы біздің Астанаға келіп өнер көрсететін коллективтердің ішінде бір тамаша коллектив бар. Ол мына Тоқырауын толқындары деген ансамбль. Қарағанды облысында, Ақтоғай ауданында экспода да өнер көрсетті. Ол жаңағы сіз айтқандай халықтың ортасынан шыққан, ешқандай жағдай сондай бір тамаша ел, жаңағы Күләш Байсейітованың елі, Манарбектің елі, сол традицияны ұстап қалған ұлдар мен қыздар өнер көрсетті. Мысалы. Бұндай жақсы коллективтер саусақпен санаулы ғана қалды. Ал енді мынау дегенмен бәрібір халық өзінің ортасында туындатпай тұрмайды. Ол бізде традиция тірі, сөз жоқ. Мектептердің мынау домбыра үйірмесінен бөлек әуесқойлық тағы да бар. Ол мына Назарбаев мектебінен бастап, қазіргі жалпы орта білім беретін мектептер, 9 жылдық мектептерге дейін осы дәстүр бар, сіз айтқан. Бірақ әңгіме еді, тағы да соған тіреледі ғой. Әңгіме солардың насихатын көрсетуде. Яғни олардың бір қалай болмасын бір жарысын ұйымдастыру керек пе екен, болмаса бір байқауын жасау керек пе екен деген мәселе ғой. Біз екідай пікір болып сіздің хабарыңызда жаңа Алпамыстың сөзінің маңызын қумадық. Алпамыстың сөзінде үлкен бір ұлттық маңыз бар байқаған адамға. Себебі мына домбыраның аясын кеңейту. Біздің мына ұлттық деңгеймен қараймыз ғой. Біз домбыраның тарихын зерттейтін болсақ, тек қазақы тарихпен ғана зерттейміз. Түрік тарихымен зерттемейміз. Өйткені біздің арғы тарихымыз түрік тарихы, қазақ тарихы бер жақта. Сол сияқты біз мына домбыраны қарасақ, бұл біздің тек ұлттық мерекеміз, ұлттық аспабымыз болады да қалады ғой. Мынау
гитараның өзі де солай болатын. Кезінде бір Андалузиядағы бір елдің аспабы еді, кейін өздеріңіз жақсы білесіздер, бүкіл дүние жүзіне ортақ аспап болды. Сол сияқты осы аспапты солай өрісін кеңейтудің проблемасын айтып отыр бұл алпамыс. Менің ойымша бір-екі мені қуантқан жағдайлар бар. Мысалы, Түркияның қайсы бір беделді телеарналарында осы домбырамен қосылып айтқан, домбырамен ұлттық ансамбльде қолданған кәдімгі төл тума түрінде өздері өлең айтқан бір-екі өнерпаздар бар. Екі оркестр бар қазір мен білетін. Мен соған қуандым. Себебі домбыраның несі. Содан кейін осы жақын арада әлеуметтік желіден көріп қалдым. Біздің Арсланбек бар, содан кейін біздің университетті бітірген бір қобызшы баламыз бар еді. Солар бір түріктің осы Ертұғырыл жайлы бір үлкен сериалында өлең айтты. Қателеспесем, домбыра деген, иә, тамаша өлең айтты, екеуі қосылып айтты, қобыз бен домбыра болып. Соған мен қатты қуандым. Яғни кішкене болса да алға жылжу бар. Ендігі мәселе домбыраны аспап ретінде, мынау біз гитараны акустикалық аспап ретінде де, электрондық аспап ретінде де, тағы да басқа жағдайда қолдана береміз ғой. Тура сол сияқты осы домбыраны үздіксіз дамыта беруіміз керек. Әміре Қашаубаев дейміз ғой енді біз тарихты алсақ. Ең бірінші домбыраны европалықтарға көрсетті деген. Одан да бұрын болған шығар, бірақ дегенмен Әміре Қашаубаевтан мынау Димашқа дейінгі уақытта домбыраның аса танымал болған кезеңдері үзіліңкіреп қалды. Біз жалпы домбыраның маңайындағы тарихтың сабақты жігіне дейін қалдырмай жинауымыз керек. Және алға қарай жұмыс істеуіміз керек. Бұл бір нәрсе, енді тағы бір әңгімені айтып кетейін мен. Домбыраның күніне байланысты тағы да бір маңызды әңгіме айтып отыр. Ардаби де, Алпамыс та жақсы әңгіме айтып отыр. Ол мынау, бұның календарлық мереке емес, ұлттық мерекеге айналу мәселесін қозғады бұл жігіттер. Және жақсы қозғады. Шынында да алысқа бармай қояйық, қасымыздағы Ресейді алайық, Құдай қосқан көршіміз біздің. Ресейде баян күні болатын болса, ешқандай хаттамасыз, протоколсыз орыс халқы көшеге шығады. Орыс халқы өзінің ауласына шығады. Өзінің бұйырған дәмін ішеді әне жерде. Үлкен дастархан жасайды. Сол дастарханның басында оларда әлгі өздерінің керемет дастархан басында айтылатын әндерінің жанрлары бар ғой. Соны айтады. Көшеде билеп жүріп айтады. Содан кейін оларды сүйемелдеп тұратын федералдық арналары бар. Және оны түсіреді. Және насихаттайды. Бұның астарында жаңағы мемлекеттің де белгілі деңгейде жаңағы мәртебесі көтеріледі. Рухтың да мәртебесі көтеріледі. Мәдениеттің де, музыкалық білімнің де мәртебесі. Ең бастысы традицияның тірекенін көрсетеді. Тура сол сияқты мәселені мына екі жігіт қозғады жаңа. Алпамысқа да рахмет, Ардабиге де рахмет. Басымды шайқап отырмын. Ақыл жастан деген рас екен ғой. Осы екі жігіттің пікірлеріне. Және бұны болашақта мына өзіңіз бар, мен сізге аманаттайын деп отырмын. Бұл жалғыз домбыраның проблемасы емес. Біздің руханиятымызға байланысты кез келген мәселенің проблемасы. Этнографиялық болсын, фольклорлық болсын, тұрмысымыз болсын. Біздің тақиямызға дейінгі проблемалар, осылардың бәрін болашақта жандандыратындай, сондай хабарларды жоспарлап жүрсеңіз жақсы болар еді деген тілегім бар. Көп болады. Осы жерде Алпамыс мырза сіз ұстап алғаннан кейін сұрап қалайын деп отырмын. Димаштың расында да жаңағы ағамыз айтып өтті, домбыраны бүткіл әлемге насихаттауы. Бұл арнайы жасалды ма? Әлде өздігінен туындады ма жаңағы сол? Жоқ, ешқандай стратегия жоқ бұл жерде. Неге ең бірінші бұл айтқан кезде дәл тиді өзінің жаңағы несіне, нысанасына, иә? Себебі ол баланың болмысында сол дүние болды да. Ол бір мемлекеттің тапсырмасымен жасалынған дүние болған жоқ та. Себебі дәл соның куәгері болғаннан кейін қасында айтып тұрғаным. Яғни ол қайдан шықты? Оған тапсырма ретінде шыққан жоқ. Болмысынан емес, ол жүрегінен шықты да. Яғни ол бір
белгілі бір нәрсе үшін емес, бір домбыраны дәріптеу үшін де емес. Емес, иә. Дәріптеу үшін мақсаты болатын болса, ол дәріптеліп қалатын еді. Сол жерде. Яғни ол жүрегінен шыққаннан кейін сондай дүние болды да. Жаңағы Жанғали ағаның айтып отқан дүниесі мынау ғой. Бұл ұлттық домбыра күні тек домбырашылар, өнер адамдарының ғана мерекесі емес. Бізді түсіріп жатырған оператордың мерекесі болу керек. Ар жақтағы режиссердің мерекесі болу керек. Ана жақта көріп отырған, ыдыс жуып отырған көрерменнің де мерекесі болу керек. Сол кезде жаңағы баян сияқты, не сияқты үйде отырып алып, көршісін шақырып алып, бүгін домбыра күні ғой. Андай протоколсыз деген сөз күшті кетті. Яғни бұл домбыра күні ғой, бүгін кім көрші келе отыр дастарханға. Наурыз сияқты. Иә, наурыз сияқты. Кел бүгін домбыра бір тартып жіберші күйден. Мен домбыра тарту білмеймін, мына балалар немерелер естісін. Деген риясыз келбет картина қалыптасса ғой, әдемі да. Міне біз сол кезде міне өзіміздің бір ортамызда қалыптасып қалған сияқты боламыз. Димаштың да ең жаңағы нысанасына тигені ол сол жүрегінен шыққан деп мен сеніммен айта аламын. Рахмет. Біздің уақытымыз, осы бағдарламамыздың уақыты таяқ қалыпты. Қадірмен көрермен, біз бүгін домбыра күніне арналған арнайы бағдарлама жасадық. Домбыраның қоғамдағы орнын, домбырашылардың қоғамдағы рөлін және болашақта қандай болуы тиіс деген сияқты сұрақтарға жауап іздеуге тырыстық. Алдағы күндерде қайтадан ұлттық музыкамызға, фольклор музыкамызға оралатын боламыз. Әзірге сау сәлемет дей отырып, бүгінгі осы домбыраға арналған бағдарламада домбыраның үнін естіместен бітірмейік. Егер мүмкін болса, домбыра қонаққа келген екен. Мына ұлттық күні бәрімізге әрине ұлттық костюмімізді киіп, домбырамызды ұстап келдік. Мерекеміз құтты болсын. Иә, мерекеміз құтты болсын деген келеді. Бізде үлкен дайындық жүріп жатыр. Біздің оркестріміздің бас дирижері Айтқали Жайымов өзі қазір оркестрімізді 3-ке бөліп тастады, пандемияға байланысты. Қазір де міне репетиция дайындық жүріп жатыр, үлкен концерттерге қатысамыз. Бәріңізді құттықтаймын. Жақсы тілектер айттыңыздар, жақсы ой қалдырдыңыздар қазақ еліне, қазақ жеріне. Ал менің өзім әкем күйші, дала композиторы деп айтуыма болады. Ешқандай консерватория бітірмеген. Оны Ардай би да біледі, ағамыз да біледі. Айтбай Мұздаханов деген кісі. Ол кісінің оң қолы жоқ өзі. Сол қолымен сым саусақты сазгер дейді, аңызға айналған кісі. Сол кісінің домбыра саз деген күйін шертіп берейін.
Рахмет, бәрекелді.